Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын, ауызға салса еритін булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Рецептіні міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Рецепт ұнаса, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Біздің сүтіміз жылы болуы маңызды. Қантымызды саламыз, тұзымызды саламыз, бір жұмыртқамызды саламыз. Етілген сары майымызды құйып, сылап араластырып аламыз. Біздің қантымыз бен тұзымыз, жұмыртқамыз барлығы еріп, бір-біріне жақсылап араласқанға дейін жақсылап венчикпен немесе қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Бұл кезекте ұнымызды міндетті түрде ұн илеуіштен өткізе отырып қосып аламыз. Ұнымыздың алдымен аз бөлігін қосып аламыз. Осылай илеуіштен өткізіп аламыз да, енді осы ұнның үстіне ашытқымызды саламыз. Менде 8 грамм ашытқы. Енді тағы да илеуіштен өткізе отырып ұнды қосып, алдымен венчикпен араластырып аламын. Сосын қолыммен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Ұнымыздың қалған бөлігін салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде ұн илеуіштен өткізе отырып қоссаңыздар, қамырларыңыз өте керемет көтерілетін болады. Қолыммен жақсылап қамыр илеп аламын. Жұмсақ, кішкене қолға жабысатындай, өте мамық қамыр шығуы тиіс. Сол кезде біздің жасап жатқан булочкиларымыз да өте жұмсақ болып шығады. Сондықтан да қамырды барынша жұмсақ етіп илеп, мөлшерден тыс артық ұн қоспауға тырысыңыздар. Мінекей достар, бізде осындай қолға жабысып тұратын, қараңыздар, кішкене қолға осылай жабысып тұратын жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Енді осы қамырымыздың үстіне бір ас қасық сұйық майымызды құйып, қолымызбен тағы да жақсылап илеп жібереміз. Осы сұйық майымыз қамырға енгенше жақсылап илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше алып қоямыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз 1 сағат тұрды, өте керемет болып осылай көтеріліп шығады. Енді қамырымызды ыдысынан босатып, осы қамырымызды кішкене 1-2 қайтара илеп жіберіп, ұзынша етіп созып аламыз да, осы қамырымызды пышақтың көмегімен ұсақтап бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Әрқайсы қамырды көз мөлшерімен бөлсеңіз болады, немесе таразға өлшеп барлығының массасын бірдей етіп алсаңыздар болады. Менде жалпы 11 дана осындай күлше шықты. Енді күлшемізді оқтаудың көмегімен осылай сопақшалау етіп жайып аламыз да, пышақтың көмегімен бір шетін осылай ұзынша етіп кесіп, екінші жағына варенка салатын боламыз. Қаласаңыздар шоколад, варенье салсаңыздар болады, творог салсаңыздар болады. Салған жерімізді жақсылап жабыстырып аламыз да, қамырымызды орап, соңғы жағын тағы да бір жабыстырып жібереміз. Мінекей бізде осындай өте әдемі булочкалар шығады. Қараңыздар, сіздерге түсініктілеу болу үшін тағы да бір көрсетіп жіберейін. Қамырымызды жаю барысында ешқандай да ұн пайдаланбаймыз. Өйткені біз жаңа илеген кезде соңында сұйық май құйғандықтан қамыр қатты жабыса бермейді. Қамырды сопақшалау етіп жайып алып, пышақпен дәл видеодағыдай кесіп аламыз да, бір жағына варенье сгущенка саламыз. Және де сол жерін жақсылап жабыстырып аламыз, варенкамыз ағып кетпеу үшін. Содан соң қамырымызды орайтын боламыз.
Айта кетейін, вареная сгущенканың сапалы түрін алғандарыңыз дұрыс, ағып кетпеу үшін деп Рогачев деген сияқты. Достар, қараңыздар, булочкаларымызды дайындап алғаннан соң дәл осылай булочкаларымыздың бетін майлықпен жауып 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Сол кезде өте жұмсақ, керемет, одан сайын көпсіп керемет болатын болады. Мінекей біздің 20 минут тұрған булочкаларымыз осылай көпсіп керемет болып көтеріледі. Енді соның бетіне жұмыртқаның сарыуызын барлық жеріне әдемілеп тегізіп жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарыуызы бізде булочкамыздың жылтырап тұруына, қызарып, одан сайын әдемі болып тұруына көмектеседі. Сондықтан міндетті түрде жағуға кеңес беремін. Жұмыртқаның сарыуызын барлығына жағып болғаннан соң алдын ала қызып тұрған 200 градус пеште қызарғанша әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Шамамен 20 минуттың ішінде пісіп шығады. Қараңыздар, осылай әдемі болып көтеріліп, қызарып, керемет болып шығады булочкаларымыз. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назар қойып рецептіні соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл. Достар, егер менің рецептілерім каналым ұнап жатқан болса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Сіздерге алғысым шексіз. Көп рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.